Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Нәргиза. Мен бүгін сіздерге VP-Pie тортын жасау жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін күзетіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге алдымен 6 жұмыртқамызды шағып, үстіне 1 кесе шекерімізді салып, жақсылап араластырудан бастаймыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Енді жұмыртқамызды шетке алып, шоколадымызбен сары майымызды ерітіп аламыз. Шоколадымыз ериміз дегенше құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Оған ұн, какао, ванилин, разрыхлитель. Ал еріген шоколадымызды есе жұмыртқамыздың үстіне қойып араластырып аламыз. Араласпамыз дайын болды. Ал енді үстіне ұнымызды, какаомызды, разрыхлитель, ванилиндерімізді салған ингредиенттерімізді жақсылап сол сұйықтығымыздың үстіне салып, тағы да араластырамыз. Біздің тестамыздың қоюлығы міне осындай болады. Дайын болған тестамызды, фольга қағаздарымызды алып, сіздер сызып алсаңыздар болады айналасыны. Ал мен уже барлық нәрсені көз мөлшерінде істеп үйреніп қалғанмын, сондықтан сызып алған жоқпын. Тестамызды фольга қағазымызға салып, өзімізге керекті домалақтықта жайып аламыз. Сосын 180 градуста 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Барлық кождарымызды 180 градуста 10 минут көлемінде осылай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан көждарымызды сразу ыстық кезінде қағазынан ажыратып аламыз. Сосын өзімізге керекті размерде кесіп аламыз. Артықшасını алып тастаймыз. Барлық көждарымызды бірін-кетін пісіріп, солай мен көрсеткендей етіп, артықшаларını алып тастайсыздар. Сосын креміне кесек, креміне сливки, творожный, сосын сахарный пудраны салып, жақсылап қатқанша, қою болғанша миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын, енді тортымызды теруге түсеміз. Алдын астына азырақ кремімізді салып жібереміз, үстіне кожымызды қойып, үстінен шекелерін осылай домалақ етіп шығарып аламыз. Ортасында кремімізді жағамыз. Барлық көзжарымызды бірін кетіндікте осылай кремдерін жағып, шекелерін домалақтап аламыз. Бізде бірінші слой болды, енді екінші көжімізді үстіне қойып, тағы да осылай кремдеріні осылай қайталаймыз. Мінекей, біздің 4-ші слойымыз түсті. Енді 4-ші слойды намына ғана крем сүреміз де холодильникке 10 минут көлемінде қойып аламыз. Бұл аралықта біз шоколадымызбен сары майымызды ерітіп дайындап аламыз да тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Үстіндегі безеулерін әртүрлі безетсеңіздер болады. Қаласаңыздар шоколадтармен, қаласаңыздар құлпынайлармен, ал мен тартты кәмпиттерді себіп, өзінің кремдерімен безеттім. Өте дәмді болады, сіздер де жасап көріңіздер. Тез дайын болады, и дәмді болады. Ас болсын.